Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода үй жағдайында фри жасауды үйрететін боламын. Менің каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен картопымызды алып, қабығын ашып, тазалап жуып аласыздар да, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай соломка етіп турап аласыздар. Картопты тураған кезде қалыңдығын бірдей қылып турау керек. Картошка фри жасаудың бірнеше әдіс-тәсілдері болады. Мен тез әрі оңай жасалатын түрін үйретіп жатырмын. Міне біздің картошкаларымыз осылай біркелкі болып туралды. Ал енді осыны шұңғыл ыдысқа саламыз. Және үстіне тұз салып, жақсылап бір араластырып аламыз да 10-15 минутқа қойып қоямыз. Бұлай жасауымыздың себебі тұз картоптың артық сөлін шығарады. Ал енді қазанымызға майды құйып қыздыра береміз. Міне байқасаңыздар, картоптың сөлі шыққан. Енді осы картопымызды алып, таза құрғақ ыдысымызға салып алып, артық шыққан суын төгіп тастайсыздар. Фриімізді қуырып алғаннан кейін майы сорғу үшін осындай қағаз бетіне болмаса салфеткаға салатын боласыздар. Енді осындай кішкене бөліктен картошкамызды салып, қызып тұрған майға қуырып аласыздар. Міндетті түрде баяу отта қуырыңыздар. Әйтпесе сырты күйіп, іші шикі болып қалады. Біздің фриіміз дайын болып шықты. Достар, менің каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Видеом ұнаса лайк баса кетіңіздер. Және менің рецептім бойынша балаларыңызды қуантып, картошка фри жасап беріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.